Кешірімділік құпиясы. Рифқ уа ғылым деп аталатын арабша сипаттаманың ұғымы қазақша айтқанда жұмсақ мінезділік, кешірімділік деген мағынаны береді. Алла кешірімпаз, кешірім жасағыш адамдарды өзіне дос санайды. Ал мұндай жұмсақ мінезді адамды сыпайы, байыпты, байсалды, сабаз және дана деп те атайды. Ал мұның керісінше мінезді адамды тұрпайы, дөрекі, өрескел, содыр, сотқар, тентек және бұзақы деп те атайды. Бұларды ешкім жақсы көрмейді. Сондай-ақ бұлардың өздеріне де, басқаларға да зияннан басқа пайда келмейді. Сондықтан ислам пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үмметін жұмсақ мінезді, кешірімді болуға шақырған. Толық мұсылман жұмсақ мінезді, кешірімді болуға тиісті. Хазірет пайғамбар алейхиссалам былай бұйырған екен: кешірімдіктен махрұм болғандар игіліктен де махрұм болады. Хазірет пайғамбар алейхиссалам былай бұйырған екен: Алла тағаланың абыройларды не нәрсемен бағалайтындығын, дәрежелерді немен көтеретіндігін сендерге хабар берейін ба деді. Сахабалар: әрине, я Расулалла деді. Сонда Хазірет пайғамбар алейхиссалам: саған білместік істеген кісіге, тіл тигізіп, надандық істегенге жұмсақтық, кешірімділік істерсің. Саған зұлымдық істеген кісіге кешірім етерсің. Саған бермеген кісіге бересің, және сенен қарым-қатынасын үзген кісіге барарсың. Кешірім сұраса, үлкен күнәлар да кешіріледі. Қайталай берсе, кішкентай күнәлар да үлкенге айналады. Тозақ әрбір жұмсақ мінезді, кешірімді, момын, тыныш және оңайлық көрсететін адамға харам етіледі. Ал енді құрметті жамағат, осы кешірімділікті өз бойымызға сіңіру арқылы, кешірім сұрау арқылы денсаулық түзеуге, имандылықты күшейтуге, бірлікке келуге, ашуланудан құтылуға және өз жолдарыңызды ашуға, істеріңізді алдыға бастыруға болады екен. Ол үшін күніге 5 нәрседен кешірім сұрау керек. Ең алдымен астағфируллах сөзін 3 рет айтамыз. Астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах. Иншаллах. Бірінші, осы өткен өмірімде пенделерге артық айтылған сөздерімді, істерімді кешірдім, босаттым. Кешірдім, босаттым. Кешірдім, босаттым деп 3 рет қайталаймыз. Екінші, осы өткен өмірімде Алланың әмірімен жаратылған жануарларға, аң, құс, жәндік, тағы басқа артық айтқан сөздерімді, істерімді кешірдім, босаттым. Кешірдім, босаттым. Кешірдім, босаттым деп 3 рет қайталаймыз. Үшінші, осы өмірімде Алланың әмірімен жаратылған өсімдіктерге артық айтқан сөздерімді, істерімді кешірдім, босаттым. Кешірдім, босаттым. Кешірдім, босаттым. Төртінші, осы өткен өмірімде Алланың әмірімен жаратылған жансыз дүниеге, машина, мекеме, ақша, құрал-сайман, тағы басқа артық айтқан сөздерімді, істерімді кешірдім, босаттым. Кешірдім, босаттым. Кешірдім, босаттым.
Бесінші, осы өткен өмірімде өзімнің бойымдағы кемшіліктерімді, күнәларымды, міндерімді, ерсі қимылдарымды, тағы басқа өзімді кешірдім, босаттым. Кешірдім, босаттым. Кешірдім, босаттым. Алла тағала пендесінің жасаған дұғасын, тілеген тілегін қабыл етемін деген. Бірақ кейбір күнәлар себепті жасаған дұғаларымыз не кешігуі мүмкін, не болмаса қабыл болмауы мүмкін. Егер сіздердің тілсіз хайуандарға жасаған зұлымдықтардың кешірілетін болса, онда көп күнәлардың кешірілгені болар еді. Сонда бізді өзіміздің істеген, кешіргіміз келмеген амалдар ұстап тұрады екен. Сондықтан да күніге осы 5 нәрседен кешірімді үнемі сұрап отырыңыздар. Үздіксіз қайталаймыз. Үздіксіз кешірім сұраймыз.